beri qaraymiz. Bugun bizde сын есімді қайталау сабағы, ya. Есімізге түсіре кетейік. Есімізге түсіре отыра мына тапсырманы орындайық. Артығын тап деген тапсырма. Бірінші жолдағы сөздерді Радамир оқи қойшы. Тамаша. Қай сөз артық? Бірінші жолда. Айта қой өзің. Радамир. Бірінші жолда. Қызыл, жасыл, шөп, ұзын, жуан, дәмді, биік. Шөп. Неге ол артық? Қалай ойлайсың? Өйткені ол сан есім емес. Сан есім болған? Жарасқан? Сын есі емес. Қызыл, жасыл, ұзын, жуан, дәмді, биік. Бұлар не болады бізде? Сын есім болады. Сын есім қандай сұрақтан жауап береді? Қандай сұрақтан жауап береді? Жақсы, келесі. Жылқы, тай, құлын, ат, асау. Айбын? Асау. Неге асау артық деп ойлайсың? Асау ол сын есім, ал қалғандары жылқы, тай, құлын, ат, ол не болады? Зат есім болады, ya? Жақсы. Келесі, үшінші жолда, Ильяс. Дәмді, көзге тәтті, көңілді, әдемі. Тамаша. Қайсы артық? Көже артық. Неге көже артық? Өйткені ол зат есім. Дәмді, тәтті, көңілді, әдемі, ол сын есім болады. Қандай сұрақтарға жауап береді? Қандай? Қай. Жақсы. Келесі, төртінші жолда. Мерей. Майлы-майларды, шегеледі, тойлайды, жайнады. Қайсы артық? Майлы артық. Дұрыс па? Өйткені ол сын есім. Майларды, шегеледі, тойлады, жайнады, ол не болды? Сұрақтары? Не істейді деп болса қайтты. Тамаша, жақсы. Келесі. Ережені есімізге түсіре кетейік, ya балалар? Зат есім дегеніміз не? Заттың аты білдіретін сөздерді зат есім дейміз. Зат есімдерге кім-кімдер, не-нелер деген сұрақтар қойылады. Тамаша. Екінші. Етістік дегеніміз не? Алинур. Заттың қимыл іс-әрекетін білдіретін сөздерді зат есім дейміз. Етістік дейміз, ya? Сұрақтары? Естеді, бекілді, қайтты, деген сұрақтар қойылады. Тамаша. Келесі. Айбын. Заттың сынның сапасын білдіретін сөздерді сын есімдердің сұрақтары қандай қай? Жақсы. Есімізге түсірдік қой, ya балалар? Тамаша. Ендеше келесі топтастыру. Күн шұғыласына біз зат есім, етістік, сын есімдерді топтастырып айтып шығайық. Жақсы. Зат есім. Бірінші қатар, бірінші топ болып саналасында зат есім туралы айтып шығыңдаршы. Зат есім. Зат есім заттың атын білдіреді. Тамаша. Сұрақтары? Кім-кімдер, не-нелер? Жақсы. Қандай түрлері болады? Алдияр, сабаққа қосыламыз. Дара және күрделі. Тағыдан? Көпше және жекеше түрі болады. Тамаша. Бір-екі мысал келтіреміз. Бірінші топ. Айта қой. Оқушы. Тағыдан? Мұғалімдер. Тамаша. Үш топқа бар бірінші топқа. Екінші топ. Етістік. Келді. Етістік нені білдіреді? Нені білдіреді? Алинур? Заттың іс-әрекетін білдіреді. Тамаша. Сұрақтары? Не-нелер? Жоқ. Не қылды, не істеді, Қайты. Тамаша. Қандай түрлері
ортақ белгісі екеуі де сын есім және қандай деген сұрақтарға жауап береді. Тамаша балалар, өзіңізге үш шапалақ. Балалар, келесі тапсырма шығармашылық жұмыс. Барлығымыз мақал мәтелдерді білеміз, жатқа білеміз. Енді қазір келесі тапсырма сіздерде мындай. Сол мақал мәтелдерді сіздерге орны ауыстырып берілген.